Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің арнайы Батыс Қазақстан облысының эпиграфиялық ескерткіштері негізінде атты жобасы бойынша өңірімізге Шығыстану институтының таяу және орта шығыс елдері бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы Әшірбек Мумменов және ғылыми қызметкер араптанушы Бағдат Дүйсенов келгендігі туралы бұған дейін хабарлаған болатынбыз. Жобаның бірінші кезеңі бойынша олар Ақжайық ауданы Базартөбе ауылының батыс бетінде 18 шақырым қашықтықта орналасқан Мәулімберді қорымын зерттеді. Мамандар көненің көзі бабалар сөз жазылған құлпытастардағы араб әліпбиімен жазылған жазуларды кириллицаға аударып, оны қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сөйлетуді көздейді. Экспедициядан оралған ғалымдар 23 шілде күні Жайық пресс медиа холдингінің мәжіліс залында журналистермен кездесіп атқарылған жұмыстар туралы сұхбат берді. Басым көпшілігі сол қазақ элитасы болып шықты. Сонымен таң қалдым. Хан, сұлтан деген көп естіп жүргенбіз ғой. Ана жерде билер, батырлар, байлар, ахун, бағана мұдаристер, абыздар, мырзалар, сопы, правитель деген терминдер, старшын дегендер келіп, өте тарихымызда салмақты орын тұтатын үлкен қызметтер болған кісілердің аттары сүйері сақталған екен. Батыс Қазақстанда өте эпитафиялар, өте эпиграфикалық ескерткіштер көп. Олар бүтін облыс территориясында шашылып жатыр. Бірақ үлкен үш комплексті біз бірінші орында жариялауға өзіміз сондай шешім қабылдап отырмыз. Біріншісі Мәулімберді, кейін бағана Жантөре хан зираты, кейін үшіншісі Жәңгір хан.